Армысыздар, құрметті оқытушылар мен студенттер. Қайырлы күн, қымбатты ITC Қазақ радиосының тыңдармандары. Бүгінгі эфирдің жүргізушілері 35-ші топ студенті Қанат Жантілек және 22-ші топ студенті Ишанова Айзада. ITC Қазақ радиосының бүгінгі шығарылымы ақпан айында дүниеге келген мерейтой иелеріне арналады. 15 ақпан күні әлемде айтулы мерекелер атап өтілсе, Қазақстанда ел өмірінде ұлт тарихында есімдері алтын әріппен жазылатын көптеген белгілі тұлғалар өмірге келген. Олар ұлтымыздың маңдайынан біткені қазақтың тамаша кино режиссерлары Мәжит Бегалин, Шәкен Айманов, Абдулла Қарсақбаев, тағы басқалары. Сонымен қатар көрнекті график суретші, кескіндемеші, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Салихиддин Әбсадықұлы Айтбаев, сыншы, әдебиет және өнертанушы, көрнекті абайтанушы, құрмет орденінің иегері Төкен Смайылұлы Ибрагимов, танымал актері, дарын мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бауыржан Момышұлы атындағы намыс орденінің иегері Бекжан Асаубайұлы Тұрыс, қазақтың тамаша әншісі, киноактері Каукен Кенжетаев, еліміздің белгілі сәулетшісі Шота Аман Уалиханов дүниеге келді. Осы ақпан айында қазақтың көрнекті сахна шебері Хадиша Бөкеева да дүниеге келді. Сахна майталманы Хадиша Бөкеева 1917 жылы 21 ақпанда Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Казталовка ауылында дүниеге келген. Кино және театр актрисасы, театр қайраткері, профессор. КСРО және Қазақстанның халық әртісі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Қазақстан Республикасының ең жоғарғы отан орденімен марапатталған. Драмалық, комедиялық және трагедиялық рөлдерде бірдей көрінген дарын иесі. Хадиша Бөкеева алғашқы сахналық қадамын көркемөнерпаздар үйірмесінен бастаған. 1938 жылы Ленинградтың мемлекеттік сахна өнері техникумның қазақ студиясын бітірген. Ол Шымкент облыстық қазақ драма театрында, кейін Алматыдағы қазақ драма театрында ұзақ жылдар бойы жемісті еңбек етіп, ел есінде қалған талай рөлдерді тамаша орындады. Майталман актриса Шекспир, Гольдони, Шиллер, Мольер, Хикмет, Каору, Горький, Гоголь, Толстой, Островский драматургтардың пьесаларын табысты ойнады. Ұлттық драматургиямыздан Әуезов, Мүсірепов, Мұқанов, Тәжібаев, Әбішев, Мұхамеджанов, Ақтанов қаламгерлердің туындыларында кесек бейнелерді сомдады. Театрдың сөнбес сәулесі елге танымал көптеген сахна шеберлерін тәрбиеледі. Хадиша Бөкеева 31 қаңтар күні 93 жасқа қараған шағында өмірден озды. 2017 жылы 24 ақпанда Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының шешімімен облыстық қазақ драма театрына сахна падишасы Хадиша Бөкееваның есімі берілді. Аталмыш өнер ордасы 1993 жылы желтоқсанда облыстық қазақ драма театры болып құрылған. Театр 1993 жылы 16 желтоқсан күні Мұхтар Әуезовтің Қарагөз трагедиясымен шымылдығын ашты. Өнер ордасы республикалық және халықаралық байқаулардың жеңімпазы болып, облыстың, еліміздің даңқын паш етіп жүрген мақтаныш етеміз. Бүгінде театр сахнасында артистік шеберліктері шыңдалған 40-қа жуық әртіс қызмет етеді. Осы жерде Назым Саметтің театр өлеңі еске оралады. Тарту етіп бойындағы талантын, әртіс жаны беріледі сезімге. Ұшар құстай самға балып қанатын, бүгін тағы сый сыйламақ мына елге. Ұштастырып сахна менен өмірді, қостастырып сезім менен сенімді. Сан кейіпте бір бойына арқалап, әртіс жаны өз ғұмырын жүр арнап. Қазақ өнерінің даңқын көкке көтерген жерлес өнер майталманының есімі біз үшін мәңгі есте қалары сөзсіз. Еліміздің өнері мен ғылымының дамуына сүбелі үлес қосқан тарихи тұлғаларды ұлықтау біз үшін мақтаныш. Тек ақпанда ғана емес, осы жылы мерейлі жасқа толған ғұмыры ғибратты, өмірі өнегелі жандар көптеп саналады. Біз мәңгілік елдің ұландары, тарихи тұлғаларымыздың салып кеткен сара жолын лайықты жалғастыруымыз керек.
Осы орайда облыстық, республикалық байқауларда бас жүлделерге ие болып жүрген білікті, саналы, жас өркенді тәрбиелеу ісінде аянбай еңбек етіп жүрген колледждің алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушысы Аққалиев Марат Изимгалиевичті 60 жас, арнайы пәндер оқытушысы Молдашева Мәдениет Амановнаны 50 жас, қызметкер Ирешев Тұрарбек Сағындықовичті 60 жас мерейтойларымен құттықтап, отбасыларына амандық, бақыт, еңбекте табыс тілейміз. Мерейтой иелерінің құрметіне музыкалық ән жолдаймыз. Назарларыңызға колледжіміздің музыкалық жетекшісі Райымбек Асылбекұлының орындауында мерейтой әнін жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Мақтаныш мәртебелі, еңселі қарт емені, қайыспас қара қайы, майыспас нән терегі, өмірдің дауылдары қасқайып қабылдады, лапылдап жанар тауда, жас кезде жалындады. Ал бүгін қандай ғажап, ағынан жарылғаны, тойыңа келіп жатыр ағайын бауырлары. Мерекеңіз, думаныңыз, шалқысын шарықтасын, мерейтойда жүрәліміз аққудай қалықтасын. Айбының асқаралы, жанында дос жараны, қарайлап сен отырсын, халқының қас-қабағы, жарқырап ақ маңдайы, жұлдызың жанғандайы, ел жұртың алақанға аялап алғандайы, аңсаған бақыт құсы қолыңда қонғандайы, мен қалай тербелмеймін, мен қалай толғанбаймын. Мерекеңіз, думаныңыз, шалқысын шарықтасын, мерейтойда жүрәліміз аққудай қалықтасын. Алдымда алты алашы, ағайын арқадашы, қызығын таусылмасы, тамашан тарқамасы, кешегі жалын жасы, күн бүгін сағынбасы, үлгіңмен өнегенде ұрпағын қабылдасын. Жайлауда құлагері, жаныңда мұрагері, өзіңе ұзақ өмір тілейді мынау елі. Мерекеңіз, думаныңыз, шалқысын шарықтасын, мерейтойда жүрәліміз аққудай қалықтасын. Мерекеңіз, думаныңыз, шалқысын шарықтасын, мерейтойда жүрәліміз аққудай